Мен мәсіхшілікті жоққа шығарып, оны күлкі қылуды ойлаған кезімде, және бәрін жоққа шығару мақсатында өзімнің үкімді талап ететін айғағатты айдарлы бірінші кітабымды жазуға кіріскенімде, менде мәсіхшілік туралы көптеген қате ойлардың, бұрыс тұжырымдамалардың және көптеген жалған пікірлердің бар екенін білдім. Бірақ мен мәсіхке құтқарушы әрі тәңірім ретінде тәубе еткеннен кейінірек мен сенбеушілер ғана емес, сенушілерде де менің сенбеуші кезімдегі сияқты көптеген жалған пікірлердің қалыптасқанын байқадым. Мысалға, менің ең үлкен жалған пікірім мынау болды. Мен мәсіхшілік сенімі соқыр сенім, надан сенім деп ойладым. Журналист әрі сықақшы Генри Луис Менкен былай деп жазды: сенімге нанғысыз жайтқа қисынсыз сену деп қысқаша анықтама беруге болады, немесе кейбір адамдардың мүмкін емес дегеніне мүмкін деп сену. Дегенмен мен мәсіхшілік сенімін зерттеп, Исаның өзіне жеткенімде мен шындықтың шақыруын естідім. Жохан жазған ізгі хабардың 8-ші тарау 32-ші аятында: Иса: сонда ақиқатты білесіңдер, оны елемейсіңдер, көрмегендей боласыңдар, оған көз жұма қарайсыңдар демеген. Керісінше, сонда сендер ақиқатты білетін боласыңдар, ал ақиқат сендерді азаттыққа жеткізеді деген. Матай жазған ізгі хабардың 22-ші тарау 37-ші аятында Иса тағы былай деген: Құдай иеңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен, барлық ақыл ойыңмен сүй. Мұқият тыңдаңыз, барлық ақыл ойыңмен. Дегенмен мен мәсіхке сену зияткерлік суицид деп ойладым. Көптеген басқалар да солай ойлайды. Бір студент университеттегі аудиторияда пікірін жазатын қағазға былай деп жазыпты: жазғанын оқиын. Қойыңызшы, сіз шын мәнінде мәсіхшіліктің сезімнен гөрі зияткерлікке негізделген деп ойлайсыз ба? Мәсіхшілік үнемі қоғамның төменгі, әлеуметтік топтарын, білімсіз адамдарды тартқаны. Бұл тарихи факт, өйткені мәсіхшілік сенімге негізделген. Тек сену қажет, ал түсіну маңызды емес. Басқа бір студент былай деп жазыпты: оны менің мәсіхшілік тарихи және зияткерлік деп жасаған мәлімдемем ашындырыпты. Дегенмен бұндай көзқарастар мәсіхшілер ретінде киелі жазбада бізге өсиет етілгенге қайшы келеді. Мысалы, Құдайдың сөзінде Петрдің 1-ші хатының 3-15 аятында былай делінген: қайта жүректеріңнен мәсіхке қасиетті еміз деп ерекше орын беріңдер. Сендер ұстанған үмітті түсіндіруді сұраған кез келген адамға жауап беруге әрдайым даяр болыңдар. Тек ілтипат, құрмет танытып сөйлеңдер. Ал бұның мағынасы мынаны білдіреді: біреу сізге, сіз неліктен мәсіхке сенесіз деп сұраса, оған зиялы жауап қайтару қажет. Сіз қалайша өлімнен қайта тірілуге сенесіз деп сұраса, оған да зиялы жауап қайтарыңыз. Сіз киелі кітаптың шындық екеніне қалайша сенесіз деп сұраса, оған да зиялы жауап қайтарыңыз. Киелі жазбаларда бастан аяқ бізге шындықты зерттеңдер, шындықты елемеуге болмайды деп өсиет етілген.